Саламатсыздар ма, құрметті достар? Бүгін өтетін сабағымыз 2 сынып математикасының 93-ші сабағы санды бірнеше есе арттыруға және кемітуге берілген есептер. Бірінші тапсырма сурет бойынша сұрақтарға жауап бер дейді. Шаршылар нешеу, үшбұрыштар нешеу? Үшбұрыштар қанша болса, шаршылар да сонша болу үшін 2 шаршыдан неше рет алу керек дейді. 2 көбейту 4 тең 8 теңдігі нені білдіреді дейді. Демек, бірінші А есебінде жалпы шаршыдан 2, ал үшбұрыштардан жалпы 8, е? Ал енді 2 шаршы 8 жазбайық. 2 шаршы және 8 үшбұрыш бар, е? Ал енді А есебінде жалпы 2 шаршыдан 4 рет алу керек екен, е? 2 шаршыдан 4 рет алу керек. Ал енді әр тапсырмасында шаршылар қанша болса, әр топта сонша үшбұрыш болатындай етіп, үшбұрыштар санын неше топқа бөлу керек дейді. 4 топқа бөлу керек, сонда. Ал енді жауабын жазып қояйық. Есебінде 4 топқа бөлу керек екен. 4 топқа бөлу керек деп жазып қояйық. Яғни 8 бөлінген 2 тең 4 болады. Келесі екінші тапсырмада есепті шығару үлгісіне қара. Жандос кітапханадан 6 кітап алды, ал Самал одан 3 есе кем кітап алды. Самал кітапханадан неше кітап алды дейді. Бізде мұнда берілгені тұр, шешуі тұр. Ал енді Самал кітапханадан неше кітап алды дейді. 6 бөлінген 3 тең жауабы 2 кітап екен. Осылай шығарады екенбіз есепті. Жауабы 2 кітап. Келесі үшінші тапсырмада есепті шығар. Әлима інісіне 6 сурет дәптерін және одан 2 есе артық қарындаштар сатып әкелді. Әлима інісіне неше қарындаш сатып әкелді дейді. Ең алдымен есептің берілгенін жазып алайық. Берілгені бірінші сурет дәптер 6 екен. Сурет дәптері 6 және қарындаштар 2 артық, е? Қарындаштар деп жазып қояйық. 2 есе артық екен. 2 есе артық, е? Ал енді шешуін табу үшін шешуі деп жазайық. Шешуіне жалпы 2 есе артық дейтін болса, яғни 6-ны 2-ге көбейтеміз. Онда 12 болады. Онда жауабы қарындаштар 12 екен. Екі қарындаш. Келесі 4. Кеше 4 есеп, ал бүгін одан 2 есе артық есеп шығарды. Олжас бүгін неше есеп шығарды дейді. Алдымен берілген жазып алайық. Берілгені кеше 4 есептеге кеше
4 есеп. Ал бүгін белгісіз. Бірақ 2 есе артық шығарған екен, кешегі күнге қарағанда. Ал енді шешуін табу үшін Сонда 4-ті көбейтеміз 2-ге тең 8 болады екен. Жауабы біз шығарды. Есі 5-ші тапсырмада есебінде 10 бөлімінде 5 өрнегінің мәні 10 бөлімінде 2 өрнегінің мәнінен неше бірлікке кем дейді. Неше шығарайық. Бірінші есебінде 10 бөлімінде 5 10 бөлімінде 2 өрнегінің мәнінен неше бірлікке тең. Демек, 10-нан 2-ден бөлеміз 5, азайтамыз 2. Сонда 3 болады екен, 3 бірлікке кем екен. 3 бірлікке кем. Ал енді ә тапсырмасында 3 көбейтілген 5 өрнегінің мәні 3 көбейтілген өрнегінің мәнінен неше бірлік артық дейді. 5-ке көбейтеміз, 3-ті 4-ке көбейтеміз. Сонда 15-тен азайтамыз 12-ні. Тең 3 бірлік артық екен, Алтыншы тапсырма. Өрнектердің мәнін тауып, оларды рим цифрларымен жаз дейді. Жазайық. Бірінші 8 бөлінген 2 тең болады 4-те. Онда төбесіне жазып қояйын, қайсысы қандай сан екен. Демек, бөлеміз 2-ге тең 4 болады. Екіншісі 4-ті көбейтеміз 3-ге, 4-ті көбейтеміз 3-ге. Тең болады 12. Демек, осылай жазады екен. Ендеше 4 көбейтілген 3 12 болады екен. Сұрақтар ішінде 12 азайтылған 9 оны көбейтеміз 4-ке, ендеше шығарайық. Сонда 3 болады жақшаның іші. Оны көбейтеміз тең болады 12 шығады екен. Үстіне қай сандар екенін жазбайық. Демек, 12 9 болады. Жақшасы 4-ке көбейтеміз. 3 көбейтілген 4 тең 12 болады. Онда көбейтеміз 1-ге, оны азайтамыз 7-ге. Тең болады 10 азайту 7 тең болады 3. Ал енді қай сандарды жазғанымды түсіндіріп өтейін. Демек, 10 болады, 1, 7. Сонда 10-нан 7-ні азайтатын болсақ, 3 шығады екен. Келесі 12-ден бөлеміз 3-ке, оны көбейтеміз 2-ге. Тең болады 4 көбейтілген
4 көбейтілген 2 тең 8 болады екен, иә? Ал енді қай санда келгенін жазғайын. 12, 3, 2. 12-ні 3-ке бөлсек 4 көбейтілген 2 тең сонда 8 болады екен, иә? Және соңғы есеп 5-ті көбейтеміз 2-ге және оған қосамыз 1-ді тең болады. 5-ті 2-ге көбейтсек 10, оған қосамыз 1-ді сонда болады екен, иә? Мынау 5, 2, мынау 1 екен. Сонда анау қосылған. Бізде 6-шы тапсырма, келесі 7-ші тапсырмаға өтейік. 7-ші тапсырмада өрнектер құр және олардың мәнін тап дейді. Демек, 4-ті 4-ке көбейтеді екенбіз. Ендеше жазайық. 4 және оған қосамыз 37-ні. 4-ке 4 көбейтсек 16, оған 37-ні қосатын болсақ 53 болады, иә? Келесі 4-ті көбейтеміз 4-ке, оған қосамыз 49-ды тең болады. 16-ға 49-ды қосатын болсақ 65 болады. Келесі 5-ті көбейтеміз 4-ке және оған қосамыз 37-ні. Сонда 20-ға 37-ні қосатын болсақ 57 болады екен. Келесі 5-ті көбейтеміз 4-ке және оған қосамыз 49-ды. 20-ға 49-ды қосатын болсақ 69 болады, иә? Бөлеміз 3-ке, көбейтеміз 5-ке. Тең болады. 6-ны 5-ке көбейтеміз, тең 30 болады екен. Келесі 18-ді бөлеміз 3-ке, көбейтеміз 1-ге. 18-ді 3-ке бөлсек 6, оны 1-ге көбейтсек 6 болады екен. Келесі 27-ні бөлеміз 3-ке, көбейтеміз 5-ке. Сонда 9 көбейтілген 5 тең 45 болады екен. 27-ні бөлеміз 3-ке, оны көбейтеміз 1-ге. 9 көбейтілген 1 тең 9 болады екен, иә? Келесі 8-ші тапсырмада шығар мақпал 4 жұмбақ, ал Шыңғыс одан 2 есе артық жұмбақ жасырды. Шыңғыс неше жұмбақ жасырды дейді. Берілгенін жазып алайық. Берілгені мақпал 4, ал Шыңғыс белгісіз, бірақ Мақпалға қарағанда 2 есе артық жұмбақ жасырған екен, иә? Ал енді шешуін табу үшін сонда 4-ті 2-ге көбейтеді екенбіз, иә? Тең 8 болады. Жауабы 8 жұмбақ жасырды. 8 жұмбақ жасырды. Келесі 9-ші тапсырмада бес пен 100 сандарының арасында 9 саны неше рет бар дейді. Ендеше сандарды тізіммен жазып шығайық. 100 сандарының арасында. Демек, 19 деген сан бар. 29, 39, 49, 59, 69, 79, және 9, 90, 91, 9 сандар қолданылатын, 92, 93,
94, 95, 96, 97, 98 және 99. 15 пен 100 арасында 9 саны осылай қолданылады екен. Жалпы барлығы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Жалпы 18 рет қолданылады екен. Жауабы жауабы 18 бар екен. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпайық. Келесі кездескенше.